талашымды суымның дауасын кең еліп қарашы аласың осы мәне бар әз осы сөзімнің ар ұлы бағыңның бәрі бар іздегенің алайын далаңнан алған оңтүстік ай ұрласа миллион ал талашымның ай алтаса ал талашымды басы басың отаны ту тіктің хан сайладың ұран құрып ордақтың Бастап атырмын. Теміртауға 12 жыл көшіп келген, балдарды ерте жібергенмін. Өзі Балимам совхозында, Тамтыда Балимам совхозында тұрғанмын. Әбжали деген кісі бар еді ол жерде. Отарбай балға. Мына кімнің атасы жаңа? Шәкәров. Шәкәнің әкесі. Солардың тобынамыз біздер, сол Отарбайдан. Атым Бекмұрат. Бұлайынша айтады Бегман деп қойған қыздар, Бегман деп кеткен. Бекмұрат Қалқаш, Отарбай балға. 54 жыл туғанмын. Міне туысқандар бір минет. Мынау енді бәрі оны тойдың мынау Отарбай Қосбармақтың бұлай бір-бірімен танысып, бір-бірімен жүздесіп, бір-бірімен көру, дидарласып көруге міне Алла тағала нәсіп қылып бүгін міне жиналып бастадық. Міне ағайындарымыздың алды үлкен шалдар келіп жатыр. Мен енді бұлай таныстырсам, енді осылардың мен руым Отарбай балқы, атым Кембай, Көнекбай деген адам баласын. Осы ағайындардың қызметіндеміз. Ол бүкіл өмір осы ағайындар үшін деп қызмет етеміз. Мына Манат қайда Манат? Мына основной тоғашы міне Манат, Манат пенен Майранбек. Мына Майранбек. Енді ол халықтың арасынан осы бір мың қосшыдан бір басшы дейді ғой. Мына Манат, бұлар енді жастау болғасын дұрыстап сөйлемеді. Мен орта жаста болғаннан кейін ағама еркелеп, інілеріме басымдық қылып сөйледім. Енді мені арты кезде кешіресіздер. Ассаламалейкум. Енді ағалар, енді бір үлкендеріңіз бір шеттен, бір-екі осы основной осы үшеуіңіз ау деймін да. Осы айтшы, сөйлеге қайсыңыз үлкен? Бер жақара. Енді мына атым Төребек, әйел кісілер тегім Жылқыбай. Іште жоқ, кірбады ғой, пәлентіген жоқ, бәріміз араласып отырамыз. Осы жерде отырамыз, осы жерде отырамыз. Қазір амандасыңыздар. Жеріміз өзі Әйтім деген жер бар Тамдыр районында. Сол Отарбайдың жері, Әйтім Қосбармақтың жері. Тамды бар, Қызылорда бар, Келмұқ бар, бәрі бұл. Кейін сол 60 жылдары біз Әйтімді көшіріп апарып Сузудыққа қосты. Сузудықта бітірді. Мынандай. Біздер мынандай. Кеткеше 2002 жылы, 2004 жылы Қазақстанға келді. Содан бері осы Теміртауда қаласындамын. Мен енді әкем жастай науқасты болды. Жастау өліп кетті, 40 шамасында өліп кетті. Атамның аты Жылқыбай, көңсілгер етті кетті. Оразалы Жылқыбай, Оразалы домбырашы деген естулерім бар шығар. Соны ағасы болады Жылқыбай. Кішкентай короткий танысыңдар, әлі бар, әлі. Тойдың арты ашылық. Домбырасы бұғасы ескендер бар шығар деп айтып жатырмыз. Мен де айтып жіберейін.
Фамилиям Сәтбаев, атым Әділбек, Мәденович, әйтімді Қоспармақ, Жүзқұдық, түп ана үлкен бабаларым жатыр. Кіріңіз. Өзім Тамтта өскенмін, кішкентайымнан. Құлда туылғам 56 жыл. Болды. Сіз қалайға? Мен Қоспармақ балқы, Жағдай балуының баласымын. Атым әйтімді Қоспармақ. Мінекім әнілерім бар, шақырып осындай болады деп отыраға келіп, әнілерімізбен танысып атырмын. Әрқайсында жаққа кеттік қой, өте орынды болды. Танымайтын жігіттер таниды, танымайтындар біздер танимыз. Өте орынды болды. Кейінгі әңгімелер, кейінгі айтыла береді ғой, әуел танысып алайық. Дос. Сен айтып өтеді. Видеоға айтқан жоқ дейді. Мен Қалқашев Дәулеттің баласы Бекмұрат атым. 54 жыл туылғанмын. Тамда Балимам совхозында жасағанмын. Бұл Теміртауға кеше 12 жылы келдік. Содан бері жасап жатырмыз. Осы ағайындардың мынау істеп жатқан несіне шақырғанда келіп отырмыз міне. Талаптарыңыз оң болсын. Сол Мен ана кісі. Мен Қызылордадан келіп отырмын. Атым Әбдімұрат, Әбен дейді мені, қысқаша енді, Әбдімұрат дейді. Әкемнің аты Қожамұрат, оның әкесінің аты Ақтай. Сіздердің орталарыңызға танысып, білісіп, осы ағайынмен танысып білісуге келіп отырмын. Жаңа таң алдында түстім, Қоспармақ балқым. Мен Тамса қоза рахат бермазынамын. Махамбетов, Жұмабай, Тұрғанбаев 1956 жыл туылғанмын. Осы араға 11 жыл көшіп келген. Руыңыз қандай? Отарбай балқы руым. Мен апам айтсын. Мен Қалабай деген милиция өткен Кенімік районынан. Елбаев Қалабай деген. Сол Қалабайдың үлкен қызымын мен. Елбаева Фарида атым, Қалабай қызы 46 жылы туылғанмын, қазір 76 жастамын, Алла жазса 77-ге кетемін. Менің бауырым міне ең кішкентай інім, мына Ерік деген бала. Біздер өзі Кенімік районында өмір бақи Қоспармақ балқымыз. Менің әкем Тамды, Үшқұдық, Зарапшан, Жыңғылды, Наубақар деген жерлердің барлығын аралап жүрген әкем. Капитан болып дүниеден өткен Қалабай милиция деген. Мына Жүзқұдық дегенде ағайындарымыз бар еді, өзіміз біз білмейміз. Бала кезімізде әкем барып, қатынасып тұратын еді. Әкемізге қайтқаннан кейін біздер неғылып кеттік, сосын біз айттық қой барайық деп мына інім келгенім. Өзім Алматыда тұрамын, кеше келіп едім таңертең. Алдын аубаса біздер 2006 жылы Көкшетауға көшіп барғанбыз. Көкшетаудан Шымкентке көшіп келгенбіз. Шымкенттен Алматыға көшіп келдік былтыр. Сөйтіп, енді мен кішкентай кенже баламның қолында тұрамын қазір. Балдарым барлығы жан жақта. Осы Қазақстанның бар жерінде бар. 5 балам бар. Қызы болдыңыз ғой? Қызы. Қоспармақтың қызымын мен. Атыңыз кім болды? Фарида. Фарида деген. Апамыз. Көргенсіз біздер. Фарида деген. Рүстем аға. Рахмет. Істеп келгеніңіз үшін. Атым Рүстем, фамилиям Байжанов. Отарбай балқамын 57 жылға. Өзім негізі Аяқұтта туылғанмын, кішкентай кезімде. Келіпта тұрғанмын, ақында тұрған жері көкше. Байжанов Елтай дегенсіз. Елтай, ағамыз ғой біз. Арыма қарай. Бәрі бұл жерде, бәрі ағаң балдар. Мен жаңа апам айтты ғой, мен Елібаев. Қысқа айтты. Қалабай ағаңды ескемін. Қалабай ағаңды естен болсаң, Қалабайдың үлкен қызым. Қоспармақ балқы. Болды. Мен Ақтағыдан боламын. Ермахан Бақылбек деген кісінің баласымын. Осы Теміртау қаласында тұрамын 2005 жылдан бері. Отарбай балқымын. Ақтақырдан Ермахан. Мен Қалбаев Төребектің баласымын. Урум Отарбай балқы. Айтым Жүзқұдық. 2004-те көшіп келгенбіз. Осы Теміртауда тұрамыз. Отарбай балқы. Мен Тамдыдан Таймахан Молдамұрат дегеннің баласымын.
атам Таймахан молда болған, қара молда деген несі бар еді. Аты. Кличкісі. Кличкісі. Қазір 1963 жылы туылғанмын, руым Отарбай. Қазір Саранда тұрамын. Жамалин Алматыдан. Мен Сүлеймен Жамалалин әрінің баласымын. Алматыдан кеп. Оспанбек балқы. Алтынтау, Әйтім. Енді менің ұруым тектер айтақ, мен Абдикарим Манаттың 73 жылға ұруым Қоспармақ балқы. Осы бас қосу құрылтай дейміз ба, соған бас қосып жатыр. Қадамдарыңызға нұр жаусын бәріңіздің, таныстарымыз күшейе берсін, бұл тойдың бастамасы жалғаса берсін. Осы жиынға құрмет қылып келгендеріңізге рахмет. Жиған тергендеріңіз бәрі тойға жайылсын, тойға шашылсын, той қаласа берсін. Рахмет. Атым Манат болады. Құрметті ағайындар, мен атым Абсаттар болады. Руым Отарбай балқымын, әкемнің аты Әбдінәби, Қамды районынан болған. Өзім 74 жылғы болған. Теміртау қаласында? Иә, осы Теміртау қаласында тұрамын. Мен Көнекбаев, Майрамбек Ермекбайұлы, осы Теміртау қаласында 14 жылдан бері тұрамыз. Қарапшан қаласына келдік, негізі аяқтанбыз. Руым Отарбай балқа. Енді міне осы жерді ұйымдастыру не жағына Манат екеуміз, ағамыз екеуміз жүрміз. Қош келдіңіздер дейміз сіздерге де. Тойымыз той қаласа берсін, бұның әлі жалғасын табады деген үміттеміз. Балдар таныса берсін, жастар көбейсін. Қош келдіңіздер бәріңізге. Ya bismillah. Assalamu alaikum. Kimdi görmedik. Assalamu alaikum. Можно я... Фаридова, сәлем салуға тұрмын яқта. Да, я потом перезвоню. Вот этот телефон можете перезвонить? Ben sen karşında kızıldın mı? Ne oluyor? Алыстан келген апамызға береміз сөзді Міне осы бастаған бастамаларыңыз құтты болсын. Барлықтарыңыз Алла өмірлеріңді ұзақ қылсын, денсаулықтарыңызды мықты қылсын. Талаптарыңыз оң болып, келешекте Алладан не тілесеңіздер, тілектеріңіз қабыл, мұраттарыңыз асыл болсын. Жаратқан Алла міне бәрімізге өмір берді. Осы өмір берсең жайлығып бер, дәулет берсең сайлығып бер, бау берсең бейуалығып бер, келін берсең ивалығып бер, абырой бер, аман сақта, оттан судан сақта, тілсіз жаудан сақта, күліп күріп күңіреніп шыққан дұшпаннан сақта, дос болып келіп қас болғаннан сақта, желіккен жеңгеден сақта, бәле әкелер теңгеден сақта, атаның аруағын жақта, ананың ақ сүтін ақта. Алла тағалам қолдасын, бастарыңа дәулет орнасын. Осы балқыларға жамандық қылған адам бұл дүниеден береке таппасын. Алла разы болсын. Талаптарың оң болсын балам, айналайын. Осы Отарбай Қоспармақта байып кетсін десеңіз төргі отырыңыз, оны жерге төрге шығар. Сізді айтып отырмын ғой, осы төркінің бай болса десеңіз төрге шығарып қойдың ғой тапшаңдар. Ләқпада төрге шығып отырыңыз дейіп отырмын. Бай азаматтары болсын, барлығын әрқайсының әр жерде осы кім екен ойбай, Өзбекстаннан келген Қоспармақтар екен, Отарбайлар екен деп жүрсін. Ол күндерге жетіңдер балам. Осы бауырларымды міне Алматыдан мен іздеп келіп отырмын. Танымасақ та, неғымасақ танысайық, білсейік, көрейік бір-бірімізді. Бірақ
келешекte сендердің осы жақсы болып, жақсы тұрмыс жасап кеткендеріңе мен тілек қосамын. Мына балдардың да ойы сол ғой, бір көрген біліс, екі көрген таныс, көрген жерде таныс. Неміз көбейе берсін, ауқымды. Осы ұрпағымыз көбейіп, өздеріңнен өздерің көбейіп жасай беріңдер. Сол үшін осы көрейін, танысайын, білсейін деп сөйтіп келген жағдай баласы. Білсеңдер. Мен ана жерде Сәлем бер, Құдаша келді. Дәл үш жерде келін бола салады. Сосын көре бересің ашар. Нұрмалыда келесің? Саламат. Сәлем бер. Ана бір столға отыра берейін бұна. Бер соларға, бер келін, бер келін. Бер өзім табады. Ложка кімге керек? Bismillahirrahmanirrahim. Babadan kalgan akıdır, vatamen ötürü basınız. Vakıtlı ömür sürüp kârimenen jasınız. Atamız ve apamız ve ağamız. Amansal bir jürüyüp ajıramay aramız. Karındas bağır önümüz, nağaşken tınımız. Yüzdemiz ve yengemiz. Kuda жерге төзгенбіз. Амандықпен бас қосайық осылай тозуын берген кездеміз. Балдарың бақытты болыңдар, дендерің сау болсын, тараптарың оң болып, ағайын жегжат, берекелі бірлікті болайық. Мен де бір ауыз айтып кетейін. Пәте бердім, бақ тіледім, Ақтастархан басына. Құдайым шын тіледім, келсін деп менің қасыма. Көңілің көлдей болып, көргенің түстей болып, бақыт қонсын басыңа. Бақытың дәулетіңмен таса берсін, дұшпаның қырдан ұркып қаша берсін. Бәте сол бізден сізге рахмет жауып, Құдайым маңдайыңды аша берсін. Өмір шексіз көк теңіз, тоқтамастан кеше біл, өміріңнің түйінін өз қолыңмен шеше біл. Алла берген сынақты сабырлықпен кеше біл. Осы отырған кісілердің барлығы тойда жүре берсін. Ne oldu? Yedi kızın ancak tavşanға var отырамыз де tavşanға var отырсын. Sonra оқытамыз оқытамыз. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Өзім медреседе оқимын. Есімім Әсет болады. Осында енді ағайындар жиналады келесін. Құран хатым деген бар ғой, 30 пара Құранның бәрін түсірдік. Сол оқылып бітті, қазір соны бағыштаймыз. Қазір бағыштайық па, или? Жоқ. Былайша оқиды. Ол бар. Қонағасын айтамыз ол. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب الله وسوء خلقنا مصابته بالرزق رزقنا. Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kılar. Peygamberlerin sahabelerinin evliya emirlerine kılar. La ilahe illallah Muhammed Resulü'nün bağlı Müslümanlardan yani bu şerde oturan kocayıp oturan ağayın dostlarının, ata-babalarının, örümtaklarının bakıyla koyan. Oruklarına yani de sebetirmeye kilolmaya kalgan ağayın dostlarının, ata-babalarının, yakınlıklarının ordular. Arnab, yağaçlı Otarbay Kasparma marhumuna başlattım. Allah'ım marhumun canını yatmayı cehil, toprağın, torba, imanla belirtelim. Kabrların imanlarından, Kur'anlarından, İslamlarından ben ettiğim beri o. Bilmesi künelerini Muhammed'den, İslamlardan keşfedip, kallarını peşartan keşfedip. Allah'dan rahmet bayanlar inşallah. Rabbana atini bile hasanata ve hasanata ve khine da rahmetik. Dostüdür, hizmetlidir, baylıklıdır, Yiğit oynap gülüp жүргенің. Жүре біл жолдасыңды қорғап аман, қолыңды бір қиналғанда болма надан. Дос болып жарытпайды-ау күні үшін, алдыңда бәйек болып жорғалаған. Дос болып жарытпайды-ау күні үшін, алдыңда бәйек болып жорғалаған. Көтере берме көкірегіңді жолдасыңа, тиеді таяқ болып ей ол басыңа. Қиналған жолдасыңдай күлкі қылма, кім кепіл сенің сондай болмасыңа. Қиналған жолдасыңдай күлкі қылма, кім кепіл сенің сондай болмасыңа. Жамандар жүрегіңді жаралайды, арасын жолдастықтың ей алалайды. Шын жолдас қиыныңдай бірге болып, шын жолдас тыйдың-ау қарамайды. Шын жолдас қиыныңдай бірге болып, шын жолдас тыйдың-ау қарамайды. Тілеймін жамандарға қосылмасқа, сен үшін қиналмасын ей досың босқа. Деген бар дұшпан қарар аяғың-ау, қарайды-ау нағыз адал досың басқа. Деген бар дұшпан қарар аяғың-ау, қарайды-ау нағыз адал досың басқа. Şaylar işi var. Қожабек Таисов, Қожабек ағам Таисов, өзі Өзбекстанға кетті. Соның немересі. Оның да аты Мұхаммед. Кеше манат, мен
бір садақаларға кетіп бара жатырмын. Қызметкен жаңа немерем жіберем деді. Осы жерде қызмет қылып жүрген міне, мына кіші бала мынау жаңа қызметшілер осы жерде. Балдар үйренсін, қызмет қылсын, аталарынан бата алсын деп жіберіп отыр. Ал сіз бұған жақсы. Ал енді жұп болса қалай болады енді? Одан кейін тақымызда, одан кейін жұп болады. Тағы бір әншеріміз бар еді ғой. Керек. Баяғы осы жерде. Айтыңдар ма, гармоннан бар. Адамның бір қызығы айқын бала деген баланы әлпеш дейді-ау ана деген жырмыштап қу дүние жинағанмен бір күні арта шіркінне қала деген бір күні арта шіркін қала деген айды өткен келейді өткен айқын батырды өткен солардың ең түбін ай өлім жеткен қашанғы өлмейміз деп шаттанамыз өлмесе ата бабаң қайда кеткен өлмесе ата бабаң қайда кеткен қашсаң дағы әкеңнен арыстандай ассаң дағы алладан шыныменен жарлық келсе жұлдызда жерге түсер аспандағы жұлдызда жерге түсер аспандағы қартайса жақсы адам дана болар қосылған жеті өзеннің жағасындай қартайса жаман адам жар жақ болар ағаштың жанбай қалған шаласындай ағаштың жанбай қалған шаласындай қартайса жаман адам жар жақ болар ағаштың жанбай қалған шаласындай ағаштың жанбай қалған шаласындай Амандасайық сосын барасыздар. Апа сіз де келin. Тек жақсылықта бірлікте келеді. Сәкен кімде ол? Кел. Таймаханның қарнынан қал деген жеңгем болған. Көкшетауда Молдымұрат деген ағам қайтыс болған. Жалғыз ағамыз бар еді екі кемпірдің ортасында. Олар кетті. Біздер енді 3 қыз, Таймаханнан 1 қыз бар, 4 қызбыз. Молдымұраттан 10 бала бар, Шакон бар ғой енді. Ең баласы бар үшін. Иә, осы Шакон енді.
Негізі Өзбекстанның қай жерінде тұрдыңыз? Хамды районынан, Тамдыградтан келгенбіз. Апам, мен сізден кішімін. Мен Қоспан Оқбалға Жанқайдың баласымын. Естуіңіз. Естуің бар шығағы, Енді бұны апа жаңа таныстырды. Ар жақтағы кісі таныстырсын енді. Мен Қосбармақ балқының қызымын. Қалабай деген мілтсан есткен болсаң, Қалабай мілтсаның үлкен қызымын. Айтып отырыңыз. Осы жерде інім бар. Екеуміз бірге келдік. Отыр. Кенімік районында тұрғанбыз біздер, өмір бақи. Әкем 45 жыл мілтса болып істеген. Бер жаққа қарап айтыңыз, камераға қарап. Айта беріңіз. Басшылығымыз бұл енді. Біздерді күйеуге берген осы кісі. Мені құртқан осы кісі. Мені құртқан осы кісі. Жаман емессіз бе деп қойыңыздай. Жаман болмасқан Өзіңізді. Мен Әлім Қарайшектің қызымын, Отарбайдың келінімін. Атым Сәуле. Әбжәли. Әбжәлидің кемпірі бұл кісі. Фамилиясын айтсаңдар? Біраш. Әбжәли деген ағамыздың кемпірі. Өзі Әлімнің қызы. Балиман совхозында тұрады. Ақтау, Ажырықтыда. Сіз танымасындасыз? Біз жерді бүйтіп атқан Бек Марат пенен мынау. Қорқында Төребек атып. Ой, бай, білем қойшы. Осында өтіп қалды. Барамыз, қаңшамыз деп. Отарбайлар. Рахмет деп мәшікі. Отарбайдың кемпірісіз ғой? Иә. Жасыңыз нешеде? 78-демін. Жамандасың, жақсылық тарағына болдың. Сен де қалмасайшы. Енді ана кісілер айтып болды. Мына кісілермен бірге келді ғой, мына кісіні мен таныстырайын. Береңіз бұрып тұр ғой. Сіздер айтып болдыңыздар ғой. Береңіз бұрып тұр ғой. Burada жақын қоймасын. Қауып қоймасын деп отыр ғой. Бізден де жақын болып тұр ғой. Ал бұл осы мына мен кемпірім болады. Отарбайдың кемпірі, ja. Отарбайдың кемпірі. Ұруы Қарақалпақтың банқыты Ажықты да жасағанбыз біздер бірге. Кеше 12-ші жыл осы Теміртауға келдік. Сөйтіп осы Теміртауда жасап жатырмыз. Қуанып отырмын, ағайындармен бәрімен танысып. Мына баламыз Абылай деген бала. Кел Абылай. Бекеңнің баласы. Болды, қызметте. 80 жылға қолымда тұрады осы келінмен. Осы келіндеріңіз аты Абылай. 80 жыл. Екінші бала. Келінге рахмет, бізге ұрпақ тауып беріп отқан. Ол сен таныстырғаның дұрыс. Жеңгеміз мұғалім. Сәке, енді рұқсат болса, мына жерде өзіміздің арамызда балдар бар, өнерлі. Бір кеуіліңізді көтеріп отыр, бір таныс болса, бір заказ қыласыздар. Бұлар кісілер дайын енді. Осы жерде отқан кезде бір кеуіл көтеріп, өзінің өнерлерін көрсетсін. Арамызда бір өнерлі жігіттер де бар. Бұл бала кім болды? Жоғары не қыла беруім керек. Немересі. Адай Мұрат. Ассалаумалейкум. Менің ең үлкен ағам Пернебай деген ағам болған. Неден өтті ғой. Соның Адай Мұрат деген баласы болған. Ол да бұлан бала ішінде кезінде неден өтіп кеткен.
Мына соның артында қалған орынбасары бұл. Осы ағайынмен, аталармен танысайын деп келген. Аты орынбасар. Негізі мына Абайда тұрады. Қарағанды. Енді осындай жастарды көбірек тарту керек. Осындай жастар мына қаптап тұрған жастар мына бір-бірімен танысу керек. Үлкендеріміз танимыз, танымасақ бір-бірімізді ескеміз. Сол үшін. Сосын мына ағамыз мынау. Кісі мынау Қызылордадан келіп отыр. Әбдімұрат ағамыз. Әбен. Ол кісі Қосбармақ балқы. Бұл жаңағы Тауелбайға бармағанда не қылмаған сол жерде Қызылордада жасаған. Туып өскен. Енді қалғандарымыз бәрі негізі бір-біріміз танимыз. Танысқан кезде бәріміз. Негіз Тауелбайлық. Мынау кісіні әдейлеп таныстырып атқаным. Бұл кісі сонса жерден бүгін пойызбен түсті бүгін азында. Осы ағайындардың өмірі кемеген екен қараған. Қосбармақ кенім танды? Танды. Сол енді қалғандары, бүгін ертең қалғандары бәріміз таныса береміз. Бұл бас жиынның өзі мақсаты бір-бірімізді танып, бір-бірімізді көріп, кім екенімізді біліп, көшеде көрген кезде бір-бірімізді неғымай өтіп кетпей бір-бірімізді. Мен Көнекбайдың баласы Кембаймын, негіз аяқ тұсап қозымын. Ұрым Отырбай балқы. Таниды, апа. Сақасыз көрдім сізді. Басқа танымаса жеңгем таниды. Қазақстаннан келген шығар деп отырмын сізді. Бір партия көріп ағамыз. Жеңгей ма ол кісі? Иә, жеңгей. Қайдан біле жоғарылықта? Шаканың аға шешесі Шакан. Шакан. Шешесі Астанадағы ма? Иә. Шакарының шешесі. Юрий. Юрийдің жеңгесі. Шешесі ғой. Ағам не шешесі ғой? 29. 30. Шака жазды ғой. Жеңге болады. Жеңге болсақ жеңге болады. Алмаған. Таққан әпкеміз ғой негізі. Мына екеуі де 78-ге келді ғой. Біздерге кем болады анау. Кем бойып. Нағашың аты ма? Әжденің несі? Жоқ, бәрі бұлай танығанмен таниды ол. Енді бұл енді осы нағаштарына қызмет қылам деп келіп жатыр. Өнері бар. Сол қызмет қылам деп келіп жатыр. Енді ана кісі таныстыруға несін түсірсін да? Үлкендеп жүрген кісі қалай болады? Кем бай? Сиятын үлкендеп комнатаға отырып, Кеңбай. Комнатаға отырамыз да не? Ар жақта іште не бар? Біріміз сыртта жүрміз, біріміз анда, біріміз мұнда жүрміз. Ана жоғарда үлкен бөлме бар. Үлкен бөлмеге кіріп отырып, сол жерден арқайын таныстырыламыз. Сол жерде келіп Тоқта, Кеңбай айтсын, не қыламыз? Тоқтай тұр, қазір 1 минут тоқтай тұр, шешіп алайық. Иә. Мына яқтан да кісілер келіп жатыр. Сосын ана жоғарда зал бар. Залға барыңыз ба? Солай істейсің. Залға барыңыз тұрады. Осы мына жерде отырып, әстесе шығып кете береді ғой, бұлай қарай танысып. Танысып алсын дейді, танысып алсын. Иә, танысып алайық осы жерден, сол кейіннен шыға береді. Келіңіздер сіздер де. Жаңадан келгендер. Көне ғана Сөйлеп түскіден. Иә, автоматически шығып кете береді. Кел де бере береді да, ағыза болса шығып кете береді. Иә, темір дауыски шалдар шығып кете береді. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум.
бассыздан келіп алды. Кел. Отыра беріңіз. Секе отырыңыз. Енді қалға бұрын отырғандар мына жан жақтан қалай ақылдарыңыз. Я енді мынау ана салқын дегенім ғой енді. Қазір қақ отырамыз деп бар. 4 шай бар. Мәжілісім мәксізден көбейіп Ассаламалейкум. Туысқандар енді мынау ұзақ жолдан келіп жатырған қонақтарымыз, мынау бұл жерде жиналып жатқан мақсатымыз бүкіл Отарбай Қосбармақтың бас қосып бір-бірін танысып, білісіп үшін жиналып жатыр. Міне бүгін Алланың қалауымен бүгін басталып жатыр. Өте қуаныштымын. Менің жүрегімен сезінген сезімдер, енді оны өзім ақ түсінемін. Енді сөзбен айтуға жеткермейді. Мынау ұзақ жолдардан, мынау ең ұзақ жолдар Ақтөбеден қонақтарымыз келіп жатыр. Мына Екібастұздан келіп жатыр. Қызылордадан келіп жатыр. Қызылорданың ар жағынан Қармақшыдан келіп жатыр. Соған енді мынау ағайындар енді мынау барлығы той енді басталып жатыр. Енді бір-біріміз танысып, білісе береміз. Содан азғандай танысып, бүгін енді неғып келген қонақтарға. Соны бір шеттен бастап таныстырсақ. Өзін таныстырсақ. Төке, сіз айтып өзіңізден бастап былай қарай таныстырып шығыңыздар. Мен атым Тұрсынмұрат, руым Отарбай балыққа. 1953 жылы туылғанмын. Тамды совхозы рахат фермасынан. 2003 жылы Астана қаласына көшіп келдім. Негізгі мамандығым құрылысшы. Құрылыс саласына 45 жыл қызмет етіп, газ зейнеткермін. Әзірге сол. Танысқаныма қуаныштымын. Бүгін ағайындардың бас қосу кешінде барлықтарыңа табыстар тілеймін. Алдағы уақытта да ауызбіршілігіміз мұнан да бетер нығайып, жақсы күндерде Алла тағала осындай тойларда бас қосуды нәсіп етсін. Менің есімім Өкенбай Әлбеков Базарбаев. Отарбай балқы, Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданында тұрамын. Болды. Бұрын айтып отырым ғой. Болды. Жаңадан келген. Мен Ақтөбеден келдім. Отарбай балқы, Кенбайдың құрдасымын, 61-ші жылғымын. Сол негізі Қоблан есім. Бұрынғы Ырғыз өңірінен біз. Ырғыздан. Отарбай, одан Мырзағұл Қарағұлдан тараймыз. Шора. Ағайындар Отарбай Қосбармақ, туысқандар қош көрдік. Біз Ақтөбеден келдік. Ырғыз өңірінен Мамыт құмынан руым Отарбай балға, есімім Жора. Танысқаныма қуаныштымын. Өкенбай туған ағам менің. Мына кісі немере ағам. Мына Тыңбай ағам немере ағам, соның баласы Азамат. Тыңбай ағам былтыр бақилық болды. Азамат өзің. Есім Азамат болады. Әйтеке би ауданы Басқұдық дүниеге келген Басқұдықта. 98-де Мартөк ауданы Родниковка совхозында тұрамыз. Ақтөбеде? Ақтөбеден келдім. Тыңбайдың немересі Сардар болады. Алып келдім, әкемнің өзінің аманаты. Сіздермен танысқаныма қуаныштымын. Есім Азамат, 86 жылы дүниеге келгенмін. Мартөкте, Родниковкаде мектепте жұмыс жасаймын. Біз тамдылық негізі шыққан жеріміз Әйтімдік Қосбармақ, Аралбай атадан. Қазір Теміртау қаласында тұрамыз. 13 жылы көшіп келгенмін. Атым Полат, фамилиям Шерманов, бір жаным баласымын. Осы ағайындар қош келдіңіздер. Сау саламат болыңыздар. Әрқайсың бірлігіңді қия берсін. Мына кісілерде танысып тұрғанда қалғандар танысқан, видеоға түскен. Мына видеода естелік болып қалсын деп отырғанымыз ғой. Кеңбай. Видеоға мен түсірген. Кеңбай. Бұл енді ағайындарды туыстарды жинап таныстырып жатыр екенсің. Саған үлкен рахмет.
Мен Отарбай балқы Егемерген деген кісінің баласын атын Тәңір берген. Өзім 47 жылы туылғанмын. Осы 2010-да осы Теміртауға көшіп келдік. Біздер енді өз айтым неміз бері туып, ана жыңғылда бер жақта болғанбыз. Осы 70 жылдан бері бер жақта ағайындарға қосылып, айтыр о жақтан таныстырып, не жатырмыз. Рахмет не жатқандар үшін. Өзім шофер болып мәжбүр болып істеген бір 30-40 жыл. Жеті кәсібім сол. Сөйледіңдер? Рахмет olsun. Tanışқан үшін осы ағайындармен танысып, білісіп жатқаныңа өте қуаныштымын. Бәрілеріңе саламаттық болсын. Менің атым Қыдырбай, ұрым Отарбай балқы. Мен Бұқара облысы Рамитан ауданында туылғанмын. 86-та Газлиге Үшқұдыққа көшіп келгенмін. Үшқұдықтан 2008-де мына Екібастұз Павлодарға келгенбіз. Сол жерде жасаймын. Ұлдарым бар, қыздарым бар. Өзім 56 жылы, бірақ 54-те толғанмын, документте 56 жыл болған. Мына кенже балам. Өзі таныстырады енді. Иә, өзі таныстырады. Отарбай Қоспанов, ассалаумалейкум. Менің есімім Ерлан, Қыдырбайдың баласымын. 1988 жылы туылғанмын. Қазір Екібастұзда тұрамыз, әкем қолында тұрам. 4 қыз, бір ұлым бар. Сол, сіздермен танысқаныма қуаныштымын. Ассалаумалейкум, Отарбай Қоспанов ағайындар. Орталарыңыз толсын, талаптарыңыз оң болсын, тойлар құтты болсын, тойға ұласа берсін. Әрқашан аманшылықта, осындай жақсылықта бас қосуды Алла нәсіп етсін. Менің атым Шамшадин Дүйенбаев Жүрманұлы. Отарбай балқы тамдылық негізі. Мен де сол 1963 жылы туылғанмын, негізгі Боздон сельсовет. Документте 64-63-термен оқып 80-де мектеп бітірдік. Содан 86-тан Зарапшанда сол 2004 жылы Қостанай облысына көшіп келдім. Қазір сол Қостанайдың сол Қашар деген ауылда тұрам. 18 жыл болды. Қуаныштымын осы сіздерді көргенімізге, келгенімізге, бас қосқанымызға. Әрқашан аманшылықта бас қоса берейік. Жақшылықты. Ассалаумалейкум. Бүгінгі бас қосып отқан Отарбай Қоспармақ. Барлықтарыңа бүгінгі жиналыстарыңызға қосылып бас қосқанымызға кәне мен де қуаныштымын. Мен Меңліқараев Тоймұрат Сыбайұлы 62 жылғы 2005-тен бері Астанада 2 ұл, 1 қыз тәрбиелеп отырмын. Немерелер барлығы бар. Сендермен қауышқаныма қуаныштымын. Тойларыңыз тойға ұласа берсін. Ағайындар, мынау осы неғып отырғанымыз, мынау бейне таспаға түсіп, келешектерде біздердің балдарымыз, немерелеріміз, шөберлеріміз көреді. Мынау интернетке салынады. Бұл бүкіл жаңағы әртүрлі себептермен келемей жатқан ағайын туыстарымыз осы арқылы көреді. Кейбіреулердің жұмыс бабымен, кейбіреулердің жолдың несімен келемей жатқан ағайындар осыдан көреді. Мына түсіріп жатқан себебіміз осы таныстырайық деп. Мынау енді жаңа бәрі сәл дәлде болып жатыр, енді кемшіліктер болса кешіріммен қарайсыңдар. Таныстырып жіберем. Бірауыз бірден айтып жіберейінші мен. Мына жерде кейінгі келген кісілер айтылып танысып жатыр ғой. Мына жақта қарап тұрған кісілер қалып кетіп жатыр да. Жоқ, қалып кетіп жатқан жоқ. Олар бір-бір таныстырған. Мынау мақсат видеоға түсіру. Давай. Айта бер, сендер. Білгендер бар ғой сол, түсіп айтсындар. Қазір айтсай кейін. Сәрсенбаев Кенжебек Қостанай халқының Жаңғыздың баласы боламын. Қамында татып болғанмын. 1976 жылы. Иә, Кенжебекпін. Жаңғыздың баласы боламын. Қостанай халқы боламын. Қамында татып болғанмын. Әжен адамыздың жиені. Анау
домбырада кел. Жетірудің жігіті мынау Раушанбек деген. Рахмақ Совхоздікі. Сұлтарға күйеу. Келіншегі Отарбайдың жиені. Естідіңіздер ма? Күйеу бала болады. Осы жерде тұрады. Рудныйдан көшіп келді. Ал біздер бір үшеулеп бір ән айтып берейік. Arkada salған ән қандай деп жиендеріңіздің орында болса. Eski dolukma, şan kalkan beker doluktu, şadal görüyorum kızılmam, şanımdalardım börekler, getirip gittim harmanday, arkana sallan ben kanday, canımın gönül harmanday. Canım,
Benim atım Еркеғали, негізі Кенемер ауданы, мәдениет, Сергет қозғалының. Құрсақбаев. Өзім 91 жылы. Әкемнің аты Жұмали. Отарбай балқын. Молодец. Базар атамның ұрпақтарынан. Базар атам не деп кетті?
Айтайын айтпысташы. Ұрпағы жаңа жүріп дейін ғой. Жалға деді. Онша өлең көп білмеймін. Білгенді айтып берейін. Қарап отырған аңсаған уақытым сияқтанып айтуып келеді қияқтанып жол жаққа қараймын сен жоқсың кешікпей келем демең мен тұрмын елеңдеумен кешікпей келем демең мен тұрмын елеңдеумен қайтейін кінәлап болған сені сағатын алдаған шығар сені нұр ойнап жүзіңде уәделі көзіңде кешікпей келем демең мен тұрмын елеңдеумен кешікпей келем демең мен тұрмын елеңдеумен Қораға кірді ғой қайда. Нені ұстаймыз дейсің ба? Бағана жақсы өлең айтып едім деп отыр ғой, соны айтып. Термейді дейін бәрі. Табаққа бір сағат бар, артқа деген соны. Кімнің өмірға деген баласы кім? Кездесу бола бермес күнде қадірлі жүргеніңде досты білде дос төтер қызмет төтер байлық төтер не жетеді ойнап күліп жүргеніңе дос төтер қызмет төтер байлық төтер не жетеді ойнап күліп жүргеніңе жүре біл жолдасыңды қорғап аман қолыңды бер қиналғанда болма надан дос болып жарытпайды-ау күні үшін алдыңда бәйек болып жорғалаған дос болып жарытпайды-ау күні үшін алдыңда бәйек болып көтере берме көкірегіңді жолдасыңа тиеді-ай таяқ болып әй ол басыңа қиналған жолдасыңдай күлкі қылма кімге біл сенің сондай болмасыңа қиналған жолдасыңдай күлкі қылма кімге біл сенің сондай болмасыңа жамандар жүрегіңді жаралайды арасын жолдастықтың әй алалайды шын жолдас қиыныңдайы бірге болып шын жолдас тиыныңау қарамайды шын жолдас қиыныңдайы бірге болып шын жолдас тиыныңа қарамайды тілеймін жамандарға қосылмасқа
Sen үшін қиналмасын ей досың босқа. Деген бар дұшпан қарар аяғың ау, қарайды ау нағыз адал досың басқа. Деген бар дұшпан қарар аяғың ау, қарайды ау нағыз адал досың басқа. Дүние тұрғанша бір тамада айтып берсің, өлгенше түрі жүрді. Родныйда Ергүліп дейтін ағамыз бар еді, Ергүліп дейтін. Келген жоқ па? Мирамен келші. Ей, сол кісі керек еді. Базар атам тірілдетін еді ол. Мерген ағамыз келмеді ма ауылдан? Келе алмайтын болды ма? Aklı dayarma
Алыстан келген қонақ. Бірінші үлкен кісілер отырың кісілер отырсын. Ауылдан біз Азамат, ең болса Азамат, сен мына сен отыра бер. Отыра, жоғары отыра бер, бұл кісінің жасы да бар. Сен де жоғары шығарсың. Азамат, сен жасы болсын, бұлай отыра. Ақсақалдар маса olur. О, шалдар.
Мына қолдан да үлкен. Ол деген үлкен. Жүзі төрі жоқ та. Құран шығартып, неше күннен бері атын атап, неше айдан бері, неше жылдан бері атын атқаннан кейін сол бабаларымызға, Отарбаймен Қосормаққа мынау Құран шығартып, мынау сол астың үстіне міне келіп отырмыз. Мынау Сәндібек бауырымыз өзіміздің елдің Тауелбайының азаматы және өзімізге негізі жем болып келеді. Нағашылары Отарбай. Сол кісіге мынау осыдан бір ай алдын бергенмін, енді осы ақырғы несін осы жерде қазір тамақ дәм жеп болғаннан кейін сол оқылады. Содан кейін енді планды білесіздер. Кім қалам десе жастар жағы осы жерде отырып әңгімелесіп, бір-бірімен ар жаққа қарай танысады. Мынау Ақтөбеден келген, мынау Қызылордадан келген, ұзақтан келген кісілерге қонақ үй бар. Бұл мына Рүстем ағам, Рүстем ағам үйіне айтып, осы кісілерге, осы кісі өзі қонақ алам деп, сол кісінің үйіне қонып болады. Одан кейін ертең сағат 10-да, ана күні 12 деп едік, енді 2 сағат не қылдық, себебі ана Қобыланнан қай күні билетін қай кезде кетеді деп сұрап едім. Ол 7-де 20-да Астанадан жүріп кету керек екен. Сол үшін 1-2 сағат бұл жерде ертерек шықпаса, жолдың аты жол. Сол үшін тағы сырттан келген кісілер бар. Рахмет, осы біздерді ағайынның туыстарын сыйлап сонша жерден келгеннен кейін оларды жаңаға қазақ айтады ғой, досың тұстама жолынан қалдырасын дейді. Дұшпаның тұстама сырыңды алдырасын дейді. Сол міне көріп танысқаннан кейін кетем деген ұзақ жолда келген кісілер кешікпесін деп бәрі бір қосып бір отырыс қой енді бар. Соған сағат 2 сағат алдыға сүріп, сағат 10-ға ертең Жанар кафесінде Алла жазса, сөрде бас қосып, ән тыңдап, сосын тағы бағанада айттым, енді тағы да айтайын. Сол жерде енді Отарбай Қосормақ туралы не кім біледі? Қайсы Отарбай Қосормақты көрді, кімді көрді, кіммен не қылды, сол жерде айтылып, толғы тарих әңгіме сол именно Отарбай Қосормақтың үстінде жүру керек. Тағы не айтамыз? Тағы енді сол енді ар жағына қарай менің несіне қарай көре береміз. Біздердің кемшілігіміз болатса, жайлап келіп құлағымызға айтып кетесіздер. Біздер ол кемшілікті турлауға тырысамыз. Қолымыздан келгенше. Енді пенде болғаннан кейін қамыс емген пендеміз, адам болғаннан кейін кемшілік болады. Тем более жаңағы мынау өздеріңіз білесіздер, мына көпті басқару. Бұл басқаруды оңай емес, сол үшін. Кенбай, осы істеп отқандарыңа да рахмет. Кенбай, кемшілігіңді білсең неге сұрап отырсың? Жоқ, мен кемшілік болады деп отырмын, кемшілік бар деген жоқ. Әңгімені түсініп барып сосын жауап беру керек. Кенбай, қазір бұра тамақ кеп болғаннан кейін мына жігіттерді қонағасыға кетеді деп отырсам. Мүмкіншілігі болса бұлар шамалып отырсын. Толық танысып, бір-бірімізге айтатын әңгімемізді айтып,
ата-бабаларымызды тоқтап неғылайық, қамшайық, сосын ертең қылып тағайтылады ғой өзім. Дарымызға бір қонағасы берем деп, осыған енді соның ішінде есебінен не болады. Бұл енді адамның адамгершілігі айтып қалған жігіттерді ойланамын деп отырмыз. Сол енді. Қазақстаннан Шұқытан келіп отыр, именно осы үшін. Кеше алдындағы күн автобуспен шыққан неменен. Осы келіп отыр. Енді өзің таныстыр өзің. Өзі кезек. Ұруым Отарбай Балқы, Нарбай деген кісінің немересімін. Әкемнің аты Өтеу. Тракторшы. Үлкен баласым. Атым Мәди. 73 жылғымын. Өзіммен бірге балам да келді, балам да жетек. Келеді. Балам да келді. Қош көрді ағайындар. Адамдар көзі жоқсын. Маған боқтауға түргір атырмын ғой. Адамның қайырлы болса, прямо Өзбекстандан келді. Қаралған ма? Мен Беркінбай, Бердімұраттың баласының атым Әбілқасым. Қарағатыдан. Негізі тамды. Молдамұраттың? Жоқ. Молдамұраттың өзіне. Бүгін не дейді? Бирман. Айтып болсын да, айтып болсын. Ең үлкені Бирман. Күнтайда тұрған. Алдамұрат Күнтайда тұрған. Молдамұрат Зарашында тұрған. Бердімұрат Рахманның қасында Баларақта тұрған. Атым Әбілқасым 1968 жылғы. Баларақта Осы жиын үшін Өзбекстандан келіп отыр. Мынау ағамыз Астанадан келіп тұр. Өзі аты жөнін кім екенін таныстырсын. Ассалаумағалейкум бәріңізге кеш жарық. Мен Отарбай Балқы, Өтеш Досбай деген кісінің баласымын, Ақкөнтай. Атым Алдыберген, Астанада тұрам. Осы жаңа келген бойымыз енді. Таныстық жалғаса береді ғой, айтып жатыр ғой Кеңбай бауырымыз. Танысамыз, көреміз. Ақтөбеден келген кісілер қайсы? Кейін танысып, бұл кісі жаңа осы жаққа кіріп атқан кезде келіп қалыпты, сол кезде бірге келдік, қатар келдік, жақсы. Ол кісі сізден сәл бұрын келді. Қай жылғы болды? 1959 жылғымын. Я 59. Мен Ибрашев Әбжәлидің баласы Шәкәрім атым. Шәка деп қысқартып айтады. Документті Шәки Кәрім болып кеткен. Шәкәрім Құдайбердінің репрессияға ұшыраған білесіздер, әкем барған кезде ойбай әбеке Шәкәрім қойсам сотталып кетесің дегенде қой онда кейді қосып жіберейін дегенде Шәки Кәрім қылып жіберген. Атым бірақ енді Шәкәрім негізі. Документті Шәки Кәрім болып кеткен. Ұруым Отарбай Балқы. Тамның Балиманов деген жері бар, білмейтін болсаңыздар. Сол жерден туылып өскен. Қазір Астанада тұрам. Мына как раз Алдеген екеуміз бірге келдік жаңа осы. Шәкәрім деген осы группадағы 73 жылғымын. Шешем, әкем 2003 жылы қайтты. Шешем бар. Қане шешем тұрсын орнына. Боқтайды деп жатыр. Мен кішкентай болғанға боқтап жүрмеңіздер. Мен әкем 30 жылғы, бірақ 30-дан үлкендер боқтайды. Көргендеріңе қуаныштымын. Ортамыз бола берсін. Бәріңіздің де атыңызды, затыңызды білемін. Көріп те жүрмін, көрмегендерім де бар. Ақтөбеліктер де, Астаналығын да, Өзбекстандық да бәрін білем. Аты жөнімен жылына дейін жазылған. Жаңағы Нәжме адам жақ свежий суреттеріңізге дейін бар. Айтыңызге дейін бар, Ал енді мен есімім Абай, әкемнің аты Орынбай. 76 жылғы болам. Теміртау қаласына бір жыл болды, көшіп келдім. Алдында Абайда тұрдым. Негізі тамды аяқыдық.
Айтпаймын десе. Бар ма дейді осы арада? Бар, әкеші осында. Орнынан тұрсын. Шешесі тұр орнынан. Әкесі сұрамайды сізді ме? Әкесі сұрамайды. Орбайды бала. Мен Меңлікарай Рахымжан Қуанышұлы. Қызылықтан әкем өзім сол өскенмін. Әкем Қуаныш деген кісі, Отарбай балқымын. Мына жерде ағаларым бар әкемнелер, Тоймұрат, Тұрсымұрат деген. Негізі Қызылықтан негізі. Қазір Теміртау қаласында тұрамын. 1976 жыл туылғанмын. 4 балам бар, 2 ұл, 2 қызым. Көргенімізді қуаныштымыз сіздерді бәріне, ағайындар. Тойларыңыз тойға оласын. Видеоға түсіп Кел. О, есен құл мынау. Есен құл ғой. Құрметті ағайындар, Отарбай Құлқұрмақ. Менің атым Қылышбай, әкем аты Жаңабай, Шектібай Жаңабай. Отарбай балқы. Негізі танымдылық, ақтақырлық қой біздер. Бүгін бас қосып отқандарыңызға қуаныштымын барлығыңыздың. Аман болай бәріне өйстіп басымыз қосыла берсін. Сол болсын. Толған жылмен 60 жылғымын. Атым Қылышбай жаңа айттым. Базар қыл атым. Өш жерде бар. Нәжба дейтін ағам бар еді ол. Нағыз патриот деп бірақ келмей қалды. Бірінші біреу кірсе, туылған жылыңда айты свиш сурет алады. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар, ағайын бауырлар. Мен Сәрсенбай Әлібек Жанғозиевич, Жанғоздың баласымын, Рум Қосырмақ балыққа 1972 жылға Тамдыда туылғанмын. Танысқандарымызға қуаныштымын. Қай жерде тұрасыз? Осы жерде Теміртауда тұрамын. Тағы сөйлемейған, таныстырмайған кісілер болса, Сіз таныстырмадыңыз аға? Таныстырдым ба? Ол кезде бірақ үйде жоқ. Үйде бар ма? Жоқ, үйде бар, видео көрсетті. Мынау ертең ойнас қансың. Нәжмәдина қаңға айтайын деп отырған ғой сол. Енді ол өте мынау әсіресе кейінгі уақытта женшем түйіп тастады ма білмеймін әйтеуір. Женшемді алып группадан шықпайды неге ол. Сол суреттеріне женшемнен бұрын, Нәжмәдинағаннан бұрын женшем таныс. Ол кісінің патриоттығын айтайын да. Осы Әли ағаның әкесі қайтыс болып Алматыға кетіп барадыр өзі. Өзі жылап барадыр. Бірақ пойызда группаға адамдарды қосып барады. Енді ашылған кез ғой группалардың. Өзі жылап барадыр, пойызда адамдарды қосып барадыр. Настоящий патриот, постоянно әңгімеге неғып, бір әр дәураның өзі бір гүлі болады да енді бір. Әр жағынан бір әр отырыстың, мысалы үшін классистарында ағайындардың ішінде сондай бір мынандай сөзбенен шығып тұратын, бірақ кейінгі уақытта осы денсаулығына байланысты көп шықпайтын болды, бірақ негізі көп әңгімеге өзі мұғалім болған, сауатты, жан-жақты шығып тұратын Нәжмәдина. Енді мынау кеше Астанадан, Өзбекстаннан келді, қысыда болған, одан мына жаққа келіп өзінің денсаулығы мазасы жоқ. Сонымен солай себептермен келемеді. Қамды мен осы Қарағанды территориясындағы Отарбаймен Қосырмақты басым қосайық деп, сол кісілер осы арманға жете алмай дүниеден өтіп кетті. Алла тағала алдынан жаратқан. Анаң қалса тәрбиелейік. Жілік қалса тәрбиелейік деп. Ағайында жаңа қасында балам бар деймін бе? Міне мына жерді алды.
Өзбекстаннан мына ағайындар таныссын деп әдейі естіген. Осы бір танысу басталайын деген кезде мен айттым. Основной осы балдарды бір-бірімен таныстыру керек. Мынау үлкен кісілер бір-бірімізді көрмеген болса да, сырттан болса да естік. Мына балдарды кім мынау? Мына жігіт Ерлан деген жігіт. Ерлан деген жігіт. Кәдімгі базар жырау атамыздың жаңағы өнерін елге танысып жүрген жігіт бұл. Бүгін қане сол ұрпақтары жиналып дегенсін, отарбай қосырмақ ұрпағы жиналып дегенсін келіп бір жырды, бір-екі жыр шумағын бар еді дейді, өлеңін бар еді бір. Соны айтуға келген жігіт аты Ерлан. Рух қара тамыр. Менің құдам болады өзі. Көтайдан. Обязательно ол кейін отырып таныса береміз. Орман мынау? Bismillahirrahmanirrahim. Babadan қалған ақылды батамен өсер басымыз. Бақытты өмір сүрейік, кәріменен жасымыз. Атамыз бен баламыз, апамыз бен ағамыз. Аман сау бірге жүрейік, ажырамай арамыз. Қарындас бауыр ініміз, нағашы жиентініміз. Жеңгеміз бен жездеміз, құда жекжат өзгеміз. Амандықпен бас қосайық, осылай басымыз біріккен кездеміз. Балдар бақытты болыңдар, дендерің сау болсын, жан жақтағы ағайындар аман болып осылай берекелі бірлікті әр уақытта кездесе берейік. Отырыңыздар енді Құранды оқиын деп отыр. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve l'aqibatu lil muttaqin. Ve l'udvana illa ala zalimin. Ve salatu ve selamu ala Resulih Muhammed. Assalamu alaikum cemaat. Біріншіден мына оқытылып жатқан хатмы кәбирді Алла қабыл еткен болсын. Әсілі біздерде Құран шығартамыз, Құран түсіртеміз деп айтамыз ауылдың тілімен. Арабшасында хатмы кәбир болады, әкбар деген түбірден алынған ұлы хатым. Құранды басынан ізіне шейін оқысан хатмы кәбир. Ана біреу қайтыс болған кезде 4-4 молдаға бір алдына қағаз қойып оқытады, ол хатмы сағир. Әсқар кішкентай деген сөзден алынған. Алла Тағаланың 99 есімін біз білеміз. Ол Рахман, Рахим, Ғафур, Шакур, Сабур деген сипаты есімдері бар. Бір көркем есімі бар, Асмаул Хусна деп аталады. Көркем есім. Сол есімді кім өмірінде бір рет көзімен көрген болса, оқыған болса, я құлақпен естісе, я тілімен айтқан болса, біліп қойсын, оның бір дұғасы тоқтамай қабыл деді. Бірақ оны Алла Тағала мен Құранның ішіне жасырып қойдым деді. Бірақ айтпады, қай сүреде, қай аятта тұрған білмейміз. Кім ол көркем есімді бір рет көргісі келсе, я ескісі келсе, я соны оқыған адамның дұғасында болғысы келсе, Құранды басынан ізіне шейін оқып шықсын, по-любому бір рет үстіне өтесін, бір рет айтқан боласын, яғни дұғаның қабыл болатын момент екен. Сахабалар хатмы кәбир қылғанда бір-біріне адам жібертіп, мен олы істі бітірдім, біздің үйге келіңдер, дұға қылып Құдайдан сұрап алайық деп бір-біріне адам жіберіп шақырды деген. Тамдыда бұл үрдіс қашаннан бар еді, молдалар 3 молда, 4 молда бөліп алып,
біткен кезде ана қайтыс болған жерге келіп хатымен шығаратын еді осындай. Мынау да дәл сол әдіспен әлі келе жатырмыз. Сол сияқты тағы бір жасырылған нәрсе, бір сағат бар, оны мен жұма күнге жасырдым. Кім сол уақытты дұғасы болса қабыл болады деді. Бір түн бар, мен оны Рамазанның ішіне жасырып қойғанмын. Кім оны тапса, оның да дұғасы қабыл деді. Қазақтар оған тағы бір жасырылған нәрсені қосты да, 40-тың бірі Қыдыр деді. Мына келіп отырған қонақтардың ішінде біреуі ат души келіп тұр, Қыдыр барлығымызға. Соның құрметі үшін Алла Тағала дұғамызды қабыл ете салады. Баракат әслі жамағатта ғана. Мына жамағат болып жиналу, ағайын туыс қосылу, сыйлай рахым деген нәрсе өте қымбат нәрсе. Құдай осы сыйластықтан айырмасын, баршамызға береке, бірлік берсін. Ізімізден бізге де Құран хатым, кәбир оқытатын ұрпақ беріп, Алла жарылқасын. Алла қабыл етсін барша. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسوس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنات والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله أكبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحامين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وفقنا إلى طريق مستقيم ببركة الحتم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم
وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعفو عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرامك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة الختم القرآن العظيم وشرفنا بشرفات الختم القرآن العظيم وأكرمنا ببركة الختم القرآن العظيم وألبسنا بخلعات الختم القرآن العظيم وأدخلنا الجنات بشفاعات الختم القرآن العظيم وارفع درجاتنا بفضيلة ختم القرآن العظيم وكفر عنا سيئاتنا بهداية ختم القرآن العظيم وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن العظيم وارحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة ختم القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر منيسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات دليلا وإماما بفضلك وكرامك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين جارة الله وصوخوغان ختم كبيردن خشوبان صوابتا أولي وزن رازلون uşun Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in aziz ruh şerifine külle evliye enbilerden, mu'min Müslümanlardan осы жамағаттан дұға мүмкінде болған барша ата баба аналардың арнайы себепкер болып отырған жауғашты ұлдары Отарбай, Қосбармақ бабалардың рухтарына арнайы бақш еттік. Аллахым өзін қабыл ете көр. Марқұмдардың алдыларынан жарылқап жатқан жерлерін жәннат бақшаларынан бір бақш ете көр. Қабірлерін Құр'ан, иман, ислам нұрмен нұрландырып, қиямет күні тозақ отынан қалас етіп, жәннатын нәсіп ете көр. Бұл дүниеде пендешілікпенен біліп білмей істеген үлкенді кішілік кінәларын өзің кешірімді затсың. Ғафур, рахим сипатымен кешіріп, имандарын өздеріне жолдас ете көр. Таразда сауаптары ауыр келетін, амал дәптерлері оң жақтарынан берілетін нағыз бақытты мұсылмандардың қатарында қайта тірілулерін өзің нәсіп ете көр. Артта қалған ұрпақтарға өзің әрқашан хидаят, тауфиқ, береке, бірлік, мықты денсаулық, ұзақ өмір беріп жарылқай көр. Күллі бәле жәле, қырсық, тілсік, ауру, сырқаттан қалас етіп, өзіңнің разылығың үшін беріліп жатқан садақаны фазлы караммен қабыл ете көр. Аллахым баршамызға хидаят беріп жарылқап, еліміздің амандығын бере көр. Елімізді әртүрлі апаттардан, бүлік, жанжал, соғыс, дауасы жоқ дерт аурулардан қалас етіп, баршамызға берекелі, мәнді өмір сүріп, өзің берген ұл-қыздарымызбен өсіп, өніп, көбейіп, солардан қызығын көруді өзің нәсіп ете көр. Олардың ішінде өзіңнің дініңе қызмет ететін Құраны қари, хафиз, муфассир алымдар болуын өзің нәсіп ете көр. اللهم اغفر لي ولوالدي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات إنك مجيب الدعوات ومنزل البركات وقاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah'dan rahmet, peygamberden şefaat bulsun. Amin. Allah Ya. İşi var. Şırtınla ister gel. Жиыны бар еді, мен соған бір кісі қалды. Сосын манат сенен өтініш, үйде барлық жұмыста үлкен немерем Мұхаммед хаттасын, қызмет қылсын аталарына батасынан. Сосын бір шығарып, осы ұжымы жаңағы осы жиналып отқан неміске өлең шығарған. Ертең оны тоғашыға бер деп аманат етті. Сосын барлық халыққа мен немерем таныстыр, қызмет қылсын аталарына батасын алсын деп, аты Мұхаммед Қожабек ағам немересі. Аты Мұхаммед деп. Бәріне бағана сәлем беріп шықты. Аманатын айтып атқаным ғой. Рахмет. Қайсы Қожабек? Елеуі қой басқа? Елеуі. Жерді көп жоқыға дәрілмей ке армай. Жерді. Осы айтып болма.